Good morning. Good morning, teacher. How are you? I'm fine, thank you, and you? Who is on duty today? Who is absent today? Today I alone, and сейчас Safargali, just for Okay. Divided into some groups. 2, 1. 1, 2, 3. 1, 3. 1, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Жақсы. Бірінші топ аяқта, екінші топ, үшінші топта кесіп ауысамыз. Топтауға кетеміз. What was the task for today? Hayır, aslan öpüş. Жақсы. Al балалар, тыныштық сәті. Al балалар, көзімізді жұмамыз. Сендердің жүректерің, сендердің кішкене жарқыраған күндерің. Ол да күн сияқты жылытады. Сендердің күндерің сендерге жылылық береді. Өздеріңнің жақсылықтарымен адамдармен бөлісесіңдер. Ал қане жақсылық сезімдеріңізді өздеріңіздің әке-шешеңізге, аға-әпкелеріңізге, өздеріңіздің достарыңызға, барлық адамзатқа, келген қонақтарға, маған және өзіңіздің кішкене ғана әдемі жер шарыңызға бәріне жіберейік, жақсылық тілейік. Ал балалар, көзіңізді ашамыз, жымиямыз және осы сезімдеріңді, қуаныштарыңды күні бойы сақтауға тырысыңдар. Ал балалар, олай болатын болса, әр топтан бір-бірімізге бір жақсы тілек айтайықшы. Бірінші топтан. I wish you good luck. Жақсы, окей. Practical well in open lessons. Good. Have a nice day. Good. Ал енді балалар, үй тапсырмасын трифолс әдісі бойынша сұрайды. Трифолс сөздерін білсіңдер, ал дайындаламыз. Заттар электр тогын әртүрлі өткізеді. Жақсы. Substances conduct electricity differently. Окей. Металдардағы заряд тасымалдаушылар еркін электрондар. Трю ма, фолс па? Трю, дұрыс айтасыздар, трю. Өйткені металдарда заряд тасымалдаушылар келеді, еркін электрондар еді. Келесі сұрақ. Charge carriers in metals are free electrons. True, дұрыс. Жақсы. Металл қызғанда оның геометриялық өлшемі өзгермейді деп есептесек, оның меншікті кедергісі де температураға тәуелді болмайды. Жақсы. Металдың кедергісі температураның өзгерісіне тәуелді емес. Жақсы. The resistance of the metal does not depend on charges in temperature. False. Okay. 1911 жылы Голландиялық физик Камель Гомес асқын өткішті құбылысын ашты. Жарайсыңдар. Металл кедергінің температураға тәуелділігін электрик термометрлерде қолданады. True. Жақсы. Temperature dependence of metals resistance is used in electric thermometers. Мен не деп айттым қазір? Temperature dependence of metal resistance is used in electric thermometers. Не деп айттым қазақшасы не еді? Металл кедергінің температураға тәуелділігін электрик термометрде қолданамыз дейді. Дұрыс айтасың. True. Кейбір металдар асқын өткіштік қасиетке ие бола алмайды. False. Жақсы. Температураның өзгеруімен өткіштің кедергісі де өзгермейді. Жақсы.
өзінде электр қыздырғыш құралдарының күнделікті тұрмыста қолданылып тұрған қандай ойлар бар? Үйде электр қыздырғыш приборлар бар ма? Кім айтады? Үйдегі қолданылған электр ол ток пештер, ол фендер, электр құрылғылары. Жәрмеңкелер олай болатын болса, балалар. Бүгінгі өткен тақырыбымыз электр қыздырғыш құралдар, қыздыру шамдары, қысқа тұйықталу, балқымалы сақтандырғыштар, шорт түсіру. Енді негізгі оқу мақсатымыз қысқа тұйықталудың пайда болу себептерін және олардың алдын алу амалдарын түсіндіру болып табылады. Бұл сабақты түсіну үшін балалар біз бейне сабақ. Бүгінгі қарастыратын тақырыбымыз номері 30 параграф электр қыздырғыш құралдар, қыздыру шамы, қысқа тұйықталу және де балқымалы сақтандырғыштар. Балалар, жалпы ең бірінші біз қыздыру элементімен танысып өтейік. Қыздыру элементі де барлық электр қыздырғыш құралдардың негізгі бөлігін атайтын етеміз. Оның негізгі формуласы былай болады: U квадрат бөлінеді. Мұнда U деп отырғанымыз осы электр қыздырғыш құралдың қуаты, U квадрат осы электр қыздырғыш құралдың кернеуі және де кедергісі. Яғни байқап отырғандарындай, сендерде осы электр қыздырғыш құралдың қуаты кедергіге кері пропорционал, яғни кедергі неғұрлым көп болған сайын бізде қуат соғұрлым аз болады. Кедергі аз болған сайын қуат бізде көп болады, яғни бір-біріне кері пропорционал болып тұр. Енді балалар, қысқаша тұйықталуға тоқталып өтейік. Кедергінің өте аз мәнінде тоқ көзінің тұйықталып, тоқ күшінің кенеттен артуын қысқаша тұйықталу деп атаймыз. Яғни бұны қарапайым тілмен айтатын болсақ, қандай да бір үйде провод болсын, өткізгіш болсын, соның бойында ток жүріп жатыр делік. Сол ток жүріп жатқан кезде ол міндетті түрде қандай да бір кедергіге ұшырайды. Енді осы кедергінің мәні аз болып кетсе, онда бізде не болады? Замкновение, яғни қазақша айтқанда тұйықталу болады. Тұйықталу ол ток күшінің кенеттен алып кетуінен орында болатын физикалық құбылыс дейді. Осыны біз қысқаша тұйықталу деп атаймыз. Келесі, қыздыру шамына тоқталып өтейік. Бізде қарапайым үйімізде күнделікті жағатын жарығымыз бізде лампа, яғни қыздыру шамы арқылы бізге тасымалданады екен. Қыздыру шамы жалпы газ толтырылған спираль тышқыштары екі сымы бар және де шыны өзекпен қапталған құрылғы болып табылады. Байқап отырғандардай, мұнда шынының қолбасында ауа сорылып шығарылған. Неге? Өйткені сіздер білесіздер, от қай кезде жанады? От тегімен әрекеттескен кезде жанады. Яғни ауасы жоқ кеңістікте бізде от жанбайды екен. Егер де біздің қыздыру шамымыздың ішінде от тегімен толтырылған болса, онда қыздыру шамының вольфрам қылы бірден қызып жанып кетер еді. Соның есебінен қыздыру шамы істен шығады. Ал егер де осы қыздыру шамы бізге аргонмен және де басқа да рұқсат етілген газдармен толтырылса, онда қыздыру шамы бізге көп уақыт бойы қызмет ете алады екен. Вольфрам қылы бізде қызып кетпейді. Қыздыру шамдардың электр энергиясы 95% жылу энергиясына айналады. Байқасаңыздар, осы бізде шамдар, қыздыру шамдар ұзақ уақыт қосылып тұрған кезде қызып кетеді, ұстау мүмкін емес. Ал оның есебі осы 95% электр энергиясына айналғандығынан. Ал 5% ғана бізде жарықтандыруға жұмсалады екен. Осы бізде қыздыру шамдарының негізгі кемшілігі болып табылады. Бірақ бұл кемшілікті бізде жарық диодты шамдар қыздыру шамдарын алмастырып жатыр. Өйткені жарық диодты шамдардың жұмыс істеу принципі қыздыру шамдардан өзгеше, ол қыздыру элементі болып табылмайды. Жұмыс барысында шам қызбайды, яғни толығымен энергия үнемделіп жарықтандыруға ғана жұмсалады екен. Суретте қысқаша тұйықталудың екі мысалы көрсетілген. Бірінші суретке назар аударайық. Бірінші суретте розеткаға бізге бірнеше сымдар, тұтыну сымдары жалғанған екен. Соның есебінен бізде қысқаша тұйықталу пайда болады. Қысқаша тұйықталудың пайда болу себебі бізде кедергі өте төмен, кедергі өте төмен болғандықтан ток бір жерге жиналып қалады. Ток күшінің артуына байланысты бізде қысқаша тұйықталу пайда болады екен. Бұл бізде үлкен алапат өртке алып келуі өте мүмкін. Екінші жағдайда бізде сым балқып кеткен, байқап отырсыздар, сым балқып кеткен, ол неден? Ол бізде жаңағы қысқаша тұйықталудан ток күші өте көп болғандықтан сымдарды балқытып жібереді. Соның есебінен қысқаша тұйықталу, яғни замыкание болады екен. Балалар, осы қысқаша тұйықталуды болдырмау үшін бізде сақтандырғыштар деген құрылғылар бар екен. Сақтандырғыштардың екі түрі бар. Біріншісі корпусы керамика немесе шыныдан жасалған, ішінде балқымалы элемент, яғни сымы бар жіңішке құрылғы балқымалы сақтандырғыш деп аталады екен. Ал екінші бізде сақтандырғыштың
жазу бойынша сабақты ары жалғастырамыз. Бірінші қадамымыз оқу. 5 минут уақыт беремін. Тақырыпты ашамыз. Қысқа салып параграфымызды оқимыз. Бәріміз оқимыз. Параграф 29. 5 минут уақыт береді. Бәріміз оқимыз. Енді келесі қадамымыз біздің жазылым бойынша сендер дәптерлеріңді ашып, бүгінгі күнді қойып, осы оқығандар бойынша термин сөздерді жазамыздар келіңіздер. Термин сөзді айтайықшылар, қандай термин сөзді оқыдыңдар? Бірінші топ, қандай термин сөздер? Қысқа, тұйықталу. Сендер? Сақтандырғыш. Сендер? Балқымалы, сақтандырғыштар. Енді осы термин сөздерді дәптерлеріңізге жазамыз. Екараға назар аударайық балдар. Бүгінгі сабақта кездесетін термин сөздер. Оқимыздарыңыз. Бірінші топ оқыңдаршы. Шо-сәкін. Шо-сәкін. Қысқа, тұйықталу. Сендер? Екінші? Сәкін, брекер. Свет, ажыратқыш. Екінші топ оқимыз. Пиламен. Ол қызға қылы. Және фюз, ол егер сақтандырғыштар. Дәптерімізді ашып, осы термин сөздерді термин дәптерімізге жазамыз. Термин дәптерімізге жазамыз, бәріміз. Жазамыз. Жазып болса, келесі қадамымыз тыңдалым мен айтылым. Тыңдалым, айтылым бойынша біз қазір осы термин сөздерге байланысты сипаттама береміз. Және олар мысалға келтіреміз. Кім айтады? Қысқа тұйықталу дегеніміз не? Қысқа тұйықталу. Тізбектің ұштары кедергісінен, тізбек бөлігі кедергісінен бір-бірінен өткізгіштермен және жалғауды қосқанда қысқа тұйықталу болады. Ал шоу өткізгіштер бір-бірімен кездейсоқ түйіскенде
және де тоқсымдар жүргенде қысқа тюбталу болуы мүмкін. Жарайды. Сақтандырғыш құрылғы кім айтады? Сақтандырғыш құрылғы машина жабдықтардың дұрыс сақталуын қамтамасыз етеді. Оның тағы бір түрі бар. Ол балқымалы сақтандырғыш. Сақтандырғыш ол қысқа жер тұйықталудан сақтайды. Жақсы. Және тағы кім айтады? Келмесіздерге. Балқымалы сақтандырғыш. Балқымалы сақтандырғыш дегеніміз электр құралдары қысқа тұйықталуымен ауыр жүктерді сақтайды. Жарайды. Енді балалар келесі. Сендерге тапсырма сәйкесін табу. Шосы формулас. Стоппен жұмыс жасаймыз. Стоппен жұмыс жасаймыз балалар. Қателесіңдер, шеше алмайды. Қателесіңдер, сөйлесіңдер болады. Жұмыс. Волтаж, кедергі. Белгілерді. Қайсыда қандай? Волтаж. Over. Time. Sen uzatılır. Evet, burası bildiğimiz ben kayıp koltuğa. Sen de koltuğa var. Al da masaya karıştır. Geldi. Karıştır bir anda. Gel. Yaklaşık. Kıdayımız falan da sen. Kıdayımız. Var. Over. Var. Ya. Şarj. Zaryat. Ya. Kar. Top. Yaxşı. Kelesi top. Kim gelir? Gel. Second. Power, watt, Var. resistance, Resistance. All. Okay. Kelesi. Resistance. Жақсы керемет, жақсы. Балалар бүгін сабақты жақсы меңгеріпсіңдер. Енді сендерге есеп қағаз көрейік. Сендердің білімдерің, ол сендердің еңбектеріңнің жемісі. Сендер өзіңнен білім алуға неғұрлым көбірек еңбектенсеңдер, соғұрлым көбірек білім боласыңдар деп елбасы айтып кеткендей, еңбектене отырып сапалы есеп шығарып көрейік. Экранға назар аударыңыз. Сұрақ. Тізбекке жалғанған электр тұтынушылар
масағын көбейтсек, сақтандырғыштың қылсымы күйіп кетеді. Неге дейді? өйткені Қол көтеріп айтамыз, қол көтеріп айтамыз. өйткені тоқышы ақ кетеді. Ағып кетеді, көбейіп кетеді. Жақсы. Келесі сұрақ тыңдаймыз. Неге өндіріс орындарында сақтандырғыштар көбінесе кешкі мезгілде күйіп кетеді? Өйткені кешке тұтынушылар өте көбейеді. Кешке тұтынушылар көбейеді, сондықтан не істеп кетеді? Артып кетеді екен. Жарайсың? Келесі сұрақ. Балқып кеткен қорғасын сымның орнына мыс сым қойсақ, балқыш өзінің қызметін атқара ала ма дейді. Басқа қорғасын сым қойса ше, кім жауап береді, кім жауап береді? Сенен басқа тағы. Жасминнан басқа. Атқара алмайды. Неге? Өйткені әрқайсының атқаратын қызметі болуы керек. Өзінің несі бар? Кедергісі Болады. болады, өзінің, әрқашан өзі сақтандырғыштық әсет болады. Төртінші сұрақ. Балқымалы сақтандырғыштың қылсымын неліктен қорғасынан жасайды? Сенсене немесе мыстан жасаса не болады дейді? Мыстан жасаса не болады? Өйткені қорғасының балқу температурасы төмен болады. Сонда әр заттың өзінің балқу температурасы әртүрлі болады. Енді осы берген жауаптарымыз дұрыс па? Экранға назар аударайық. Бірінші жаңа кім айтып кетті? Қалдыңыз. Тізбектегі тоқшы шекті шамадан ағып кетеді. Дұрыс екен? Екінші сұраққа. Тұтынушылар саны көбейіп кетеді. Жасмин жауап берді ме? Себебі осы тізбектегі тоқшы сақтандырғыштар шекті мәнінен істеп кетеді екен. Артып кетеді екен. Үшінші сұрақ. Кім жауап берді ғой оңдана? Жоқ дейді. Себебі қорғасын қорғасын сымның кедергісі де сақтандырғышқа сай болу керек. Дұрыс жауап берді. Төртінші сұрақ. Қорғасынның айзері жауап берді. Балқу температурасы кесекші өткізгіштерден недеді? Төмендеу еді. Дұрыс жауап берді. Жақсы, жарайсыңдар. Енді келесі есеп жауап қойып, зернек стасты и солды проблеміз. Үш топқа үш есептейді. Сол бойынша есептейді. Шағында. Топпен жүріп жасаймыз болады. Мен тапкенді сүндерге қуатты тапкенділер. Бұлай етмесін ол мәжі деп айтамыз. Şimdi şurada
None. Equal that. Yeah. 지금하고 90을 끝내시는 tasmanlarında birinci tasmanlarında cayılan tasmanlarında ise kırışlar tasmanlarında. Hadi tasmanlarında kolay tasmanlarında. Yıllarla bu gidiyor. Diğer yapacağızlar. Bom dia, Souza. Şimdi volkanlar al isim çarpmasınlar. Barış toplaması dili geldi. Nokta, önce bir yan hele. Önce bir yan olmuş. An electric current of 300 volt passes through a 21 conductor in 5 minutes calcular the current Sonra bizce given resistance equals 21. 21. Time equals 5 Sometimes they are 5 times equals 300 seconds. Charge equals 300 coulomb. Divided find Volt. current equals Current equals charge
enough. 400 volt electric motor is 92 amperes. Determine the current in the windings of the electric motor. Sonra 400 volt elektrik dirençli toplamı artı olsa elektrik dirençli oranında toplum yüzündeki kuatın tatlı. Al. Kaç tane? Voltage equal 400 volt. Voltage equal 400 volt current equal 92 ampere. Find power. Solution. Power equals current times voltage equal 92. 92 times 4 times 10 to the power volt equals 368. 5 times 10 to the power of 10 to the power 2 volt. Sonra biz geriye takdir ederken kuat. Kuat dediğimiz alışacak power. Sonra power equals 368 times 10 to the power 2 volt. Jackson. Sıkmamalar bize. Jackson'a. Gerisi. Hello. Each cell pocket block has a voltage of 3.5 volt and a current of 0.28 ampere. How does the electric current work in 5 minutes? Given voltage equals 3.5 volt, current equals 0.28 ampere. Time equals 5 minutes, equals 300 seconds. Find work. Solution. Work equals current times voltage times time equals 0.28 ampere times 3.5 times 300 seconds equals 294 joule. Здесь сюда не того времени. Чего следить за work. Work equals 294 joule. Жақсы келмеді. Қазір балалар есеп түсінікті болды ма? Қателігіңізді жазамыз. Yazamos qateligimizni. Neyse yazamos. Do you have any questions for me about this topic? No. Bugün sabah kısmında mı halledin? Sınıfma bugün sabah? Bugün bu kapsülde bırakırsın işte değil. Sınavlarını bilirler. Give me feedback about this lesson. Bərimiz parçanı alıb, sonra geri balasıyla. Yazamız geri balasını, qateligimizi esirtib yazamız. Yazıb olanların geri balasını yazıb. Jüyemiz. Kesinlikle geri balanslarını biliriz. Hangi altı sürün yerinde geri balansını biliriz. Yazarız geri balans. Geri balans yazarız. Şurada. Bugün sabah koyduk geri balansları. Siz de ben tanıdık mı?
Sabah аяқталды. Сау